Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Қазір келе жатып бір Алматы таныс ағамыз, бізден 1-2 жас үлкен. Соның басынан өткен жағдайын айтып жатыр екен, тіл мәселесі жайында. Сонымен соны айтсам бекен, айтпасам бекен деп айтпай ақ қояйыншы деп келе жатсам. 1937 жылы 27 қыркүйекте ұлт көсемі Әлихан Бөкейханұлының алаш ардақтысы 1937 жылы 27 қыркүйекте КСРО жендеттерінің қолынан дарға асылып қайтыс болған күн екен. Өлтірген қойың менің ашықшы. КСРО деген ол қазіргі КСРОның мұрагері, қазір Ресей. Мен ағамның тірлігі деп жатырмын ғой енді. Енді Әлихан Бөкейханұлы қайтыс болғанмен оның аты қалды. Оның істеп кеткен тірліктері қалды. Оның қазақ, есі бар қазақ ұмытпайды деп ойлаймын. Жатқан жер жайлы Аллах тағала рахымын алсын деп тілейміз. Әлихан Бөкейханұлы атамыз сияқты жастарымыз көп болсын. Дәл қазір сондай жастар керек болып тұр қазаққа. Бағанағы ағамыз, аты Бақтияр деген ағамыз бар. Сол енді тілге келгенде өте анандай да. Қазағым десе қазағым, тіл десе қазақ десе жаным беруге дайын. Тіл мәселесінде келгенде кәдімгідей шайқасып қалады. Орыс тілді қазақтармен, орыс тілді орыстармен. Сол енді кеше бір видео шыққапты, қазір бір видео салыпты. Кешегі видеосында былай. Өз домда отырады екен, ашылып жабылады шлагбаумда бір қазақ әпкеміз отыр екен. Ол пропуск алған рұқсаттама деп енді қазақша жазғызып алған ғой енді ол. Сөйтіп, оның әлі уақыты бар 2025 жылдың бірдеңкесіне дейін ғой. Бір жылға бір рет беретін шығар. Өйтіп барсам, мына рұқсаттамаңыз жарамайды, сіз пропуск дегенді алуыңыз керек деп, пропуск дегенді орысша шығарып қойыпты. Ол мен қазақша керек, мен Қазақстанда тұрып жатырық қой десе, анау қазақша сөйлеп тұрған айтамыз. Кіргізбеді ғой. Кіргізбепті. Сонымен есікті ашып өзі кіріпті. Қазақта айтамыз. Енді орысша сөйлеп тұр ғой, енді орысша сөйлеп тұр. Орысша пропуск аласың, орысша жазылған аласың деп тұр ғой. Енді оларға да сіңіп кеткен ғой. Сіңдірген ғой. Неше түрлі ақпараттар шығып ойбай. Орыс болмаса бұл әлем қиын болады деген сияқты. Сөйтіп ол айқай болып, орыс қазақта айтамыз, оны милицияға беріпті, сол ол іс бітіпті. Қазір тағы бір видео салыпты, сөйтіп айтады. Енді орыс тілді қазақтардың, қазақ тілді қазақтардың бір қалай айтсам екен, ауызбіршілігі жоқ екен дейді. Неге десе, или же болмаса орыс тіл десе, орыс тілді басқаша көре ма дейді. Енді әр өзінің андай ЖК-лардың, тұрғын үйлердің өзінің группасы болады ғой енді. Жаңалық жазып тұрады, су болады, су болмай пәлен жеті күнге дейін тағы анау мынау деп сол жерден сөйлесіп тұрады ғой енді. Сол жерде орысша жазады дейді. Отырғанның біразы қазақ дейді. Сонымен айтамын, қазақша жазыңдар, бұл Қазақстан деп. Сонымен сөйткен едім, айқай шығып баған қазағы да жабылды, орыстың Қазақстанда тұрған орыс та жабылды дейді. Сөйтті де мен группадан шығып кеттім дейді. Сөйтіп, дәл сондай бір жағдай болды дейді. Бір үйдің арт жағына дейді, бір орысша сөйлейтін орыс тәтеміз дейді. Көлігін қойып кеткен, оның үстінде енді этаж үйден біреудің баласы май құйған ғой. Или май түсіп кеткен ба, үстіне май құйылыпты. Соны видеоға түсіріп, мына енді ұят болды, көршіміз ғой деп ол ренжіп группадан шығып кетті. Машинасына май төгілген тәтеміз. Сөйткен еді дейді, ана жерде қанша қазақ отыр дейді. Енді орыстар да бар дейді, Қазақстанда тұрған орыстар да. Сөйтті де бір орыс оған, оны қайтып аппаратына қосты дейді. Қосты да оған жұбату сөзін айтып, бүкіл двор оған вообще жалынды дейді ғой. Ойбай болды, кешіріңіз. Енді орыс десе өліп қаламыз ғой, біраз адам өліп қалады ғой. Бірақ орыстар кезінде Алла шардақтыларын, қазақтың қаймаған естеген білетін қазақтар бар, білмейтін қазақтар бар. Сөйтіп ана орысты ойбай деп қайтарып алды дейді.
шығып кетті, артынан бір орыс қосты, оған бүкіл қазақ жабылып, извините, анау мынау деп атып кіргізді дейді. Енді дейді, мен шықтым дейді. Мен енді ол жерде еріккеннен шықпадым дейді. Мен одан басқа да үйдің тірліктері, өзінің бизнестері бар. Енді Қазақстанда қазақша сөйлейік деп енді айтып жүргеніме кінәлі шығармын дейді. Мені сол жерде натиск қылды да дейді, мені группадан шығарып жіберді дейді. Ана орыс тәтеміз айқай шығарғанда оны натиск қылмады дейді, оны шығарды, қайтып кіргізді дейді. Сөйтіп айтады ғой, ана жерде енді бір 100% болмаса да 70-80%, мүмкін 50% дегенше қазақ бар дейді. Мен шықтым дейді, шығып кеттім дейді. Мені біреу қоспады дейді ғой. Қазақтар ұйымшыл емес дейді. Тіл деген мәселе, енді тіл болмаса ұлт болмайды дейді ғой. Тіл десе ой деп біреулер жеңіл ойлай салатын шығар, бірақ тіл деген үлкен жұмыс атқаратын нәрсе ғой. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы. Тарихты бір оқып алып, содан кейін қазақша үйренеміз ба, ағылшынша үйренеміз ба, орысша үйренеміз ба? Орысша үйрене бер. Бірақ қазақ тілді одан сәл жоғары қой да. Ағылшынша үйрене бер. Ағылшыншадан сәл жоғары қазақ тілді қой да. Жұмыста қазақша сөйлеп білмесең де. Жақсы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұндай жағдай әр қазақтың басынан өтіп жатыр деп ойлаймын. Жақсы.